445 есеп. 445 есеп. Бірлік кесінді дәптердің 24 көзі болып ұзындығы тең координаталық сәуле сызыңдар. Осы координаталық сәуледе мына координаталарды белгілеңіздер дейді. Қай бөлшектер бір ғана нүктемен кескінделеді? Не себепті? Енді қараңыздар, сәуле сызамыз. Басын белгілеймін. Сәуле сызамын. 24 көз, яғни ол 10 сантиметр. Өйткені 1 сантиметр 2 төр көз ғой. Яғни 10 сантиметрге дейін сызамын. Міне, 10-ға дейін сызамын. 10 дегеніміз мына жерде өтеді. Бұл жерді басын 0 деп белгілеймін. Мына жағын 1 деп белгілеймін. Енді 24 көз болғаннан кейін мен 20-ға бөліп тастайын, иә, мынаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 0 мен 1-дің арасы 24 көз. Бірлік кесінді 24 көз. Енді мына сандарды қалай белгілейтінін мен түсінбей тұрған шығармыздар, иә? Сол себепті оны не істейміз? Маған ең оңайы бөлімі 20 болған жақсы. 20 болу үшін бұл санды мен 4-ке көбейтем. Сонда 20-дан екеуінде 4-ке көбейтсем 8. Бәрін реттеп алайын, иә? 2-ден 1, ол 20-дан жерге 10-ға көбейтем. 20-дан 10. Одан кейін 10-нан 8 20-ға келтіру үшін 20-дан 2-ке көбейтем 16. 10-нан 5 екеуінде 2-ке көбейтем. Сонда 20-дан 10. Ары қарай 5-тен 4 екеуінде 4-ке көбейтем. 20-дан 16. Одан кейін 10-нан 4 екеуінде 2-ге көбейтем. Сонда бөлімі 20. 20-дан 8. Енді осыны белгілеу үшін міне белгілеп шығам. Маған бастапқы сандар керек қой, сол себепті бастапқы сандарды. Мынау маған подсказка ретінде беріліп тұр. 20-дан 8 санайым. 8-ші нүкте сонда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл менде 5-тен 2. Келесі нүкте 20-дан 16. 1, 2, 3, 8 болды. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Бұл менде 10-нан 8. Нәрге 10-нан 8 дейік. Одан кейін 20-дан 8. 20-дан 8, астында менде 10-нан 4 деп белгілесейін. Одан кейін 2-ден 1, ол 20-дан 10. Мына жер 8, 9, 10. Бұл менде 2-ден 1. Міне. Одан кейін 20-дан 10, ол 5-тен 1. Мына жерде 5-тен 1 деп белгілесем. 10-нан 5 деп белгілесем де болады. 10-нан 5. Одан кейін 5-тен 4, ол 20-дан 16. 20-дан 16 менде жаңа болды. Ол 5-тен 4. Сонда 5-тен 4 деген сан мына жерде. Сонда бір нүктеден 2 координат, 2 нүкте сәйкестеніп тұр ғой. Сонда ол қандай сандар? 5-тен 2 мен 10-нан 4. Екеуі бір нүктеге түсіп тұр. Одан кейін 2-ден 1 мен 10-нан 5. Екеуі де бір нүкте. Мынау бір нүктеде түсіп тұр. Мынау бір нүктеде түсіп тұр. Және 10-нан 8 бен 5-тен 4. Бұл екеуі де бір нүктеге түсіп тұр. Өйткені қысқартқан кезде осы сандар шығады. Түсінікті ғой? Түсінікті.